Кейбіреулер айтады ғой, бейнамаздан кейін намаз жаман, яғни бір оқып, бір оқымай жүргеннен гөрі мүлдем оқымаған жақсы дейді. Олай емес. Бұл жерде жақсы деген нәрсе жоқ. Бейнамаздан кейін намаз жақсы деген сөз жалпы дұрыс па? Дұрыс емес. Негізінде дұрыс емес. Неге? Өйткені сен мысалы таң намазына ұйықтап қалдың. Тұруға мүмкіндігің болды. Тұрдың да, мысалы, будильникті өшірдің да қайтадан ұйықтап қалдың. Енді 5-ге келген кезде 5-ін оқысаң, 5-ін мойныңнан түседі. Мойныңнан түседі. Екіншіні, мысалы, нәпсіңе берілдің, жұмысыңда жүрдің, саудан қызып жатыр еді, ән оқимын деген кезде бір қарасаң күн батып кетіпті. Намаз жіберіп алдың ба? Жіберіп алдың. Енді ақшам келген кезде ойыншық болып кетті, қой оқымай қойын дейсің бе? Жоқ. Ақшамыңды оқисың, ақшамың мойныңнан түседі. Яғни Құдайдың алдына барған кезде 5 намаздан сұралғаннан гөрі 2 намаздан сұралған жеңілірек пе? 2 намаздан сұралған жеңілірек. Сол үшін де, яғни ойыншық болып кетті, не былай деген нәрсе жоқ. Қолынан келгенше фаттақуллаха мастатаътум. Шамаларың жеткенше тақуалық етіңдер дейді. Сен тақуалығың соған жетіп тұр ма, оны тастамауың керек. Әрі қарай дамытуға тырысуың керек, бірақ болмайды ғой бұл. Одан да бүйте салайын, немесе бір жақсылап бір күні ниет қыласым дұрыстап толығымен бастайын деп оғанға дейін тоқтата тұрайын деген нәрсе жоқ. Имам Ғазали рахмаллаху айтады, мынаны істей алмай жатырмын ғой, онда мынаны істемей ақ қояйын деген нәрсе болмайды дейді. Олай болмайды.